Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге тауық қанаттарын дайындау тәсілін көрсететін боламын. Міне мынадай қып-қызыл, іші толықтай піскен, өте дәмді болып шығады. Ол үшін алдымен тауық қанаттарын тазалап жуып, керек емес жерін, яғни басын қанаттарын кесіп алып тастаймыз. Содан кейін бір ыдысымызға салып маринадтап қою керек. Кемінде 2 сағатқа. Тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш, паприка, универсальная приправа, кетчуп, майонез, кішкене майдан құйып, барлығын жақсылап араластырып 2 сағатқа қойдым. Егер сіздерде KFC-дің, чикеннің арнайы өзіндік қуыратын сеткасы болса, сонымен қуырсаңыздар да өте әдемі болып шығады. Одан кейін 2 сағат тұрған маринадты алып, бір тарелкамызға кішігірім ұн саламыз, соған паприка, тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Жидкий, яғни сұйық клярды жасау үшін 2 жұмыртқаны жарып, оған ұнды салып, жақсылап араластырамыз. Кішкене су қосамыз, 2 қасық, 3 қасықтай. Жақсылап араластырып қойып, қызып тұрған дайын майымызға осылай сұйық клярға батырып, сосын ұнға батырып, паприка қосылған майға саламыз. Осындай сеткаларыңыз болса, арнайы сонымен қуырсаңыздар болады, өте әдемі болып шығады. Мына сковородканың асты тиіп тұрғандықтан араластырып тұрасыздар, арғы бетін аударып. Міне осындай әдемі болып шығады, іші толықтай піскен, өте дәмді, жасап көрсеңіздер болады. Ас болсын.